Құрметті тыңдарман, YouTube каналына қош келіпсіз. Бүгін сіздермен мен дәрігер акушер-гинеколог Ардақерімхан Шаязбеков. Бүгін сіздермен нәрестенің сүтпен қоректендіруі, алғашқы қоректендіру, жаңағы уыз туралы, алдыңғы сүт, артқы сүт, тәулік бойында нәрестені неше рет емізу керек сияқты сұрақтармен талдау жасаймыз. Негізі бір қағида жалпылама. 6 айға дейін нәресте тек қана көкірекпен емізілу керек. Жалпы 2 жылға дейін емізілу керек нәресте, ал 6 айға дейін исключительно грудное вскармливание, тек қана көкірекпен емізілу керек. 6 айдан кейін түрлі прикормдар қосуға болады. Жаңағыдай жидкий кашалар, прикорм, жаңағыдай жасқа келген кезде жайлап оның шайнау, жаңағыдай тістері пайда болған кезде оның қорегін қоюлата бересіздер. Енді перзентханада нәресте дүниеге келген кезде нәресте мысалға 3,5 килолық дейік. Стандартный жаңағыдай ситуацияны алайық. 3,5 килолық нәресте мерзімінде сау анадан туылған нәресте. Сіз алғашқы тума болсаңыз, онда емізу сіз үшін алғаш рет, бұл опыт сіз үшін бірінші рет. Нәрестеде бірінші рет, сізде де бірінші рет. Бірақ табиғат, құрылыс оны басқаша істеп қойды сізге. Нәресте қалай емуді біледі, сіз қалай емізуді, емізу үшін керек нәрселердің бәрін табиғат сізге полный қойды. То есть, баланың қажеттілігін ана полностью өтей алады. Алғашқы туылған кезде неғұрлым ерте емізген жақсы. Нәресте дайындық белгісін білдіргенде. Ол қандай дайындық белгілер? Ол жаңағыдай жан-жағына қарап, сорған сияқты жаңағыдай әрекеттер жасап, аузымен деген мынандай дыбыстар шығарып, осындай белгі береді нәресте. Сол кезде нені ана бірінші емізуді бастау керек. Первый прикорм деп айтылады. Первый прикорм бала талабына сәйкес алғашқы жарты сағатта жасалады. Сіз босанғаннан кейін босану залында 2 сағат боласыз. Сол 2 сағаттың алғашқы бірінші сағатында, жарты сағатында сіз уже баланы емізе бастау керексіз. Әрине ол бірден емізгенде керемет жаңағыдай тойып кететіндей сүт шықпайды. Бірінші шығатын сүттің аты ол уыз деп айтылады. Барлықтарыңыз білесіздер ғой, жаңа туылған сиырдың сауылған сүтінен жасалған әдемі бір майлы, бір сондай бір дәмді келген бір не болады, жаңа сүтті өнім болады, ол уыз деп айтылады. Анада да сондай уыз болады. Ол уыздың сүттен айырмашылығы бар. Уыз нәресте алғашқы тәуліктер 1, 2, 3, 5 миллилитр ғана соралады. Сіздің жаңағыдай көкірегіңізде сонша ғана сүт пайда болады. Ол сүттің аты уыз болады. Ол неге алғашқы тәулікте ол аз болады? Во-первых, бұл бірінші рет болып жатқан процесс болғаннан кейін уыз бен сүттің құрамында өзгешелік болады. Уыздың құрамында белоктар өте жоғары деңгейде болады. Проценті өте жоғары болады. Сондықтан алғашқы тәулікте жаңағыдай ішетін уызбен келетін әр ішкенде бір 2 миллилитр, 3 миллилитр, сол тәулігіне 10-15 миллилитр уыз ішілуі мүмкін. Сол уыз нәрестенің іш қуысына бірнеше әсер бар. Қандай әсер? Ол, во-первых, қоректік өз негізгі ретінде. Және уыздың ішінде ішекті, асқазанды майлайтын жаңағыдай өзі активті заттар болады. Олар ішектің бәрін майлап өтіп, ішектің қорыту процесін запускать етеді, оятады. Ұйқы безі, өт, ішектердің бірі, асқазан, осы процестердің бәрі оятады. Оята келіп, егер есіңізде болса, сіздің нәрестеңіздің бірінші боғы ол қап-қара болады. Ол меконий деп айтылады. Ол меконий өте жабысқақ, пробка сияқты нәрсе болады. Ол нәресте іште жатқан кезде, ол күнде жаңа үлкен дәретке шықпағандықтан, оның дәреті қою, қара, жабысқақ меконий деген болады. Осы сүт, осы меконийді жүргізіп,
шығарады. Меконий шықпағанша нәрестелер қиналыңқырап жатады. Сондықтан уызыңызды нәрестеңізден аямаңыз. Өйткені уызды тойып ішкен бала жаңағы бірінші флорасы ішектің пайдалы бактериялары барады. Ішек асқазан жолдары піседі. Өкпесін пісіруге әсер ететін заттар бар. Және де респираторный, иммунный системаны көтеріп, балаға қорғаныс бересіз. Уызға жаңағыдай дарымаған бала, уызға тоймаған бала тышқақ болады дейді. Ал тышқақтың не екенін білесіз, ол төмен иммунитет. Яғни баланың жаңағыдай несін, ішектерін бастан бастап искусственный смеспен, химиямен толтырмаңыз. Сіздің уызыңыздың құдіреті күшті. Бұл өзінің функциясын орындау керек. Сіз беру керексіз, нәресте ішу керек, оны қорыту керек. Ішекте ол бәрі майланып, орын-орнына процестер түсу керек. Сол кезде ғана нәрестенің иммунитеті жақсы болады. Енді сіз мысалға бірінші уызыңызды бердік дейік, нәресте еме бастады. Нәрестенің өз температурасын реттеу мүмкіншілігі өте нашар болады алғашқы туылған уақытта. Сіз жаңағыдай ыстықтасаңыз киіміңізді шешесіз, жаңағыдай салқын су ішесіз, басқа да әрекет. Балада ондай әрекет жоқ. Сізге тәуелді. Сіз қанша тиянақты нәрестені қоректендіресіз, бұл процеске берілес жаңағыдай істейсіз, осы процесс. Нәрестенің температурасы да осыған байланысты болады. Нәресте шылқылап тұрып ішіп терлемесе, оның температурасы көтеріліп кетеді. Бұның терморегуляция орталығы әлі дамымаған, тек қана ана сүтімен ғана реттеледі. Шылқылдап тұрып емсе ғана нәресте терлейді. Егер ол терлемесе, температурасы көтеріліп, жаңағыдай нәресте қызуы көтеріліп, қиналып қалуы мүмкін. Сондықтан осы сұраққа да ден қойыңыз. Нәрестеңіз қызуы көтеріліп жатса, туыла салып, сіз мүмкін нәрестені жақсы емізбедіңіз. Соған көңіл бөліңіз. Енді осы жерде сүттің көкіректе орналасу. Мынау жаңағыдай ареола деп айтады. Медициналық тілде қазақшалап ұшы деп айтамыз ғой енді. Осы ұшын нәресте тек қана ұшын ғана аузына, тек қана мысалға мына жерді ғана бейтіп еме берсе, нәресте соска емген сияқты. Мынаның ішінде сүт жоқ. Бұл тек қана жол. Сондықтан нәрестенің аузы мынау ненің полностью, қараның бәрін полностью аузына салып тұрып ему керек. И астыңғы ерні шығып тұру керек. Мысалы, көкірек кеп тұрса, астыңғы ерні сыртқа қарап тұру керек. Үстіңгі ерні жаңағыдай мынаның жартысын, мына төменгі жағын былайша айтқан кезде былайынан нәрестенің аузында болу керек. Сол кезде былай сорады нәресте. Былай сора берсе нәресте, сіз өзіңізді жаңағыдай енді алғашқы бұл сізде опыт жоқ болғаннан кейін тек қана ұшын берсеңіз, ұшын ем нәресте күш жаратты. Нәрестенің жағының жұмыс дегені оған өте ауыр процесс. Ол жағымен жұмыс дегеннің өзінен ақ шаршайды. Ол бүгін туылды, ол үші толғақты, сіз толғақтып шаршасаңыз, ол туылып шаршады. Ол тек қана мынаны сорып, ол шаршағаннан ұйықтайды. Ол тойғаннан емес, шаршағаннан ұйықтайды. Сондықтан сүттің барып жатқанына көз жеткізіңіз. Нәресте тек қана сіздің ұшын ғана сорып, соска сорған сияқты ұйықтап қалмасын шаршап. Нәрестем көп жаңа тумалар айтады, нәрестем көп ұйықтай береді дейді. Нәрестені сіз емуге ынталау керексіз. Яғни, былай алып келіп, тамызып қойсаңыз, ол табиғат оны уже рефлекс ретінде қойған. Тілге, аузына сүттің дәмі иісі келсе, ол жағымен жұмыс істеп бастайды. Ал егер сіз оны ынталандырмасаңыз, ол шаршағаннан ұйықтай беруі мүмкін. Сондықтан нәрестеңізді бауырыңызға қысасыз, көкірегіңізді нәрестеге салып, жанынан жайлап, қыса отырып, нәрестеге алғашқы күндер көмектесесіз. Сонымен нәрестеде ему рефлексі дамиды, сізде емізу рефлексі дамиды. Бұл екі жақтан үйренетін